Баяғы заманда үлкен орманда жануарлар өмір сүріпті. Орманның ішінде түрлі аңдар, құстар, жәндіктер, тіпті су жәндіктері де болған. Бірақ олар бір күні өздеріне патша сайлауды шешеді. Барлық жануарлар жиналып, кімнің ең лайықты екенін ойластыра бастайды. Алдымен арыстан шығып, «Мен күштімін, ормандағы ең мықты аңмын, мен патша болуым керек». Келесі болып біл келіп, «Мен үлкенмін, барлығын қорғап, қауіптен сақтай аламын, мен патша болуым керек». Түлкі болса, өзінің тапқырлығын көрсетіп, «Мен өте ақылдымын, қиын жағдайда дұрыс шешім қабылдай аламын, мен патша болуым керек». Барлық жануарлар ойланып, бір-біріне қарады. Әрқайсысы патша болғысы келеді, бірақ кімнің ең лайық екенін шеше алмайды. Сонда кішкентай қоян алға шығып, былай деді: «Менде үлкен күш те жоқ, менде піл сияқты алып емеспін, түлкі сияқты тапқырлығым да аз, бірақ менің бір ұсынысым бар. Патша өзімен бірге барлық жануарларды сүйе білуі керек. Күштілерге қарамастан кішігірім жануарларды да қорғай алатын ақылды әрі мейірімді патша болғаны жөн». Бұл сөздерді естіген жануарлар ойланып бір-біріне қарады. Барлығы қоянның даналығын мойындап, оның айтқанына келісті. Сөйтіп, орманның барлық тұрғындары бірігіп, жануарлар патшасын сайлаудың орнына барлығы бірге өмір сүріп, бір-біріне қамқор болуды шешті. Сол күннен бастап ормандағы барлық жануарлар бір-біріне көмек беріп, тату-тәтті өмір сүре бастады. Бұл ертегі арқылы балалар жануарлардың өзара сүйіспеншілігі мен бірлігі арқылы барлық қиындықтарды жеңе алатынын үйренді. Тыңдағандарыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, тіркелуді ұмытпаңыздар.